Қайырлы күн достар. Бүгінгі подкастта мектеп директоры жеті баланың әкесі, биология пәнінің мұғалімі. Армысыздар, подкаст жүргізушісі Қалдыбек Айсана Бекқызы. Бүгінгі подкасттың қызығы мұғалім мен жеке тұлғаның өмір жолы. Мұғалім болуыңызға не түрткі болды? Түрлі әсерлер, мұғалімдердің жүріс-тұрысы, мұғалімдердің бір адамға деген мейірімділігін көріп, 10-11 оқу жылы жүрген кезде, сол кезде бастап мұғалімдерге қызықтым. Қазір жүріп қашқанда көпшілікпен қарым-қатынастары өте керемет, сыпайы сөйлейді. Сол себепті сол уақыттан бастап өзім қызықтым, бірақ көптеген алдында таңдаулар болды. Сөйтіп 2010 жылы осы мектепке өзім бітірген мектепке мұғалім болып кетілдім. Келесі сұрақ бізде: мұғалім болмасаңыз қазір кім болып жүрер едіңіз? Өзім енді бала күнімнен бастап осы техника саласына және осы биологияға құмар болдым. Биология дегенде яғни жалпы кішілікке құмар болдым. Бала күнімнен бастап эксперимент жасап көрдім. Жануарлар дегенде ұсақ жануарларға эксперимент жасап көрдім. Тышқандарды ашып үшін сондайға дейін жасап көремін бұрын. Білмеймін енді, әр адамның әртүрлі қызығушылығы болды. Менде сондай бір керемет, сондай қызығушылық сол кезде болды. Және осы физика саласына қызығушылығым болды. Яғни электр желісін жалғау, тұйықталу, параллельді жалғау деген бар, тізбекті жалғау деген сияқты, және үштен жану қозғалтқыштары жөнінде, механика жөнінде, физиканың механика саласындағы қызығушылық болды. Егер сізге сиқырлы таяқша берді делік, мектепте қандай нәрсені өзгертесіз? 3 нәрсені айта кетсеңіз. Сиқырлы таяқша беретін болса, ең бірінші мектепті жөндеу және ұлғайтар едім. Ұлғайту деген үлкейту, кеңейту. Себебі қазіргі уақытта бізде мектебімізде 10 кабинет бар, 11 сынып бар, 10 кабинет бар. Бізге соның өзінде бізде кабинеттер жетіспейді. 2 ауысымда оқимыз. Психологтың өзінің жеке кабинеті болу, әлеуметтік педагогтың жеке кабинеттері болу керек. Соларды барлығын мен кеңейтіп, бір-бірден барлығына, және өзімнің орынбасарларыма 2 орынбасарға бір кабинет, шаруасының меңгерушісіне бір кабинет, және мынау жұмысшыларымызға еңбегі білінбейді, қандай ауыр еңбектер істейді, жұмысшыларының демалатын, отыратын өздерінің бөлмесін салып берілетін бірінші. Екінші, мектептің материалдық базасы мен кадрлық құрамын жақсартар едім. Яғни балаларға кез келген аспаптарға, компьютерге барлығына қолжетімділік жасар едім. Және бізде жоқ мамандар бар, сол мамандарды әкеліп баспанамен қамтамасыз етіп тұрақты қылдырар едім. Үшінші, бізде балалардың саны өте төмен, оқушының саны мен олардың сапасын арттырар едім. Енді қазіргі таңда альфа ұрпақ, Z ұрпақ дегендер шығып жатыр. Z пен альфа ұрпағына қарағанда сіздердің замандарыңызда оқу қиын болды ма, әлде жеңіл болды ма? Енді әртүрлі жағдайлар бар. Мысалы біздің заманмен, біздің оқыған кезеңмен қазіргілерде қазір мүмкіндік көп, ғылым дамыды,
бізбен олардың арасында үлкен айырмашылықтар бар. Қазіргі балалар агрессивный келеді. Мінез құлықтары да басқа, олардың ойлау қабілеті де басқа. Олар қазір бір акселератор ма, жылдам ойлайды, бәрін жылдам істей салғысы келеді. Және бізде көптеген жұмыстарымыз ақ ой еңбегін және физикалық тұрғыдан қозғалыс талап ететін болса, қазір балаларымызда кейде тапсырма беретін болсақ, барлығы тек электронды форматта жазылып келеді. Қолмен жазудың өзі қалды, азайды. Және айтып тұрмын ғой, кітапханаға бармай кейде интернет көздерінен алса, кейбір интернет көздерінен алынған ақпарат ол шындыққа жаныспай сәйкес келмейді. Егер оқушы сабақ үстінде ұйықтап қалса, оны оятасыз ба, әлде демалсын деп тиіспейсіз ба деген сұрақтар. Иә, бізде енді бар, мен жұмыстың барысында, сабақтың барысында кейде оқушылар шаршап келіп, әсіресе бірінші сабақ болатын кезде ұйықтап қалатын балалар бар. Ұйқыларын қимайды, әлі оянған жоқ, немесе түнде кеш жатқан. Сосын балалар біледі. Бүйтем қолмен барлығымыз дуылдап қол шапалақтаймыз. Сол кезде балалар өзі жаңа ұйықтап жатқан балалар тарапқа өзі қол шапалақтап кімге не үшін соғып жатқанымызды білмей қалады. Яғни ондай бір-екі рет бізде кездесті. Егер оқушы сіздің сабағыңыздан қателескеніңізді тауып алса, реакцияңыз қандай болады? Иә, мынау ондай мәселелер болады. Практикамызда болып тұрады. Өйткені біздің ғылым, жалпы ғылыми пәндер ғой. Мұнда түрлі ақпараттар, жаңадан ақпараттар шығып отырады. Жаңадан терминология шығып отырады біздің немде. Сол себепті мынау бір жылқының өзі туралы айтып өтейін. Мысалы біз тарихта өтеміз, жылқы ботай мәдениетінде пайда болды. Яғни олар үйректіріп айтамыз, иә, Қазақстанның есімде тарихта айтады Қазақстан жері деп. Мысалы біз ертедегі биологияларда барлығында осы 2016-ға дейін биологияда біз осы Қазақстан шыққан жері, жылқының қолға үйретілген жері, алғашқы адамдар қолға үйреткен жері Қазақстан деп жүретін болсақ, біздегі қазіргі оқулықта бізге беріледі, ол Евразия материк деп беріледі. Демек, кейде біз осы жерде айтып айтады, жоқ, сіздер дұрыс айтқан жоқсыздар. Неге Евразия материк дейсіздер? Өйткені тарихта біз не деп айтамыз? Неге 6000 жыл бұрын Евразия дейсіздер, 5000 жыл бұрын бізде қазақ жерінде ботай мәдениетінде білінген екен ғой, неге олай ақпарат айтасыздар деген сияқты балаларымыз бізде өзімізге жаңағы аргументтер келтіріп жатады. Бірақ мен ондай нәрсеге өте қуанамын. Өйткені демек баланың соған бір қызығушылығы бар екенін көреміз. Енді директорсыз сол бойынша сұрақ қояйын. Мен жас маманмын, иә. Мен жұмысқа алғанда бойымнан қандай қасиетті көріп, маған сенім арттыңыз. Жас маманның алғашқы жылындағы қателіктеріне қаншалықты кешіріммен қарайсыз? Өзімен осы 28-ші тамыз күні кездестік. Кездестікте бірден сөйлестік, дипломымды көрдім, бірден сөйлестік. Сөйлескен кезде әңгімелесу барысында жаңағы қазіргі жаңа технологиялар, яғни жасанды интеллект барлығын игергенімді көріп, осы бізге жақсы мұғалім болады-ау деген оймен алдым. Шүкір қателескен жоқ деп ойлаймын. Ал басқа мен жас мамандарды алған кезде бізде бір жылдық жастар практикасымен жүрді. Мен еңбек тәжірибемді қарадым, өзім де бір жылдық тәжірибемен келген екенсің. Соның барлығын ескеріп қарадым, бірақ түйсігім қателеспегенімді дәлелдедім. Енді сол
басқалардың мысалы жас мамандарды болсын жұмысқа аларда қандай қасиетіне қарайсыз? Қабілетіне қарайсыз ба, не шығармашылығына қарайсыз ба, біліміне қарайсыз ба? Иә, бұл кезде түрлі критерийлер бар. Әрине, балалардың жаңа жасалып жатқан маманның біз біліміне де, оның шығармашылығына қараймыз. Сұхбаттасу барысында өзінің пәніне қаншалықты жақын екенін түрлі соған байланысты сұрақтар қою арқылы кейбір қыр-сырларын білеміз. Және біз қазіргі уақыт 21 ғасыр технологиялар ғасыры. Сондықтан біз талап етеміз олардан осы ақпараттық коммуникативтік технологияларды игерген жайлы ақпаратты біліп, сол туралы игерген жайлы ақпарат білгенін қалаймыз жалпы. Себебі күнделікті өмірімізде электрондық журнал толтырудан бастап, бізге даже мынау санат алу үшін де электрондық түрде жүреді барлығы. Сабақ беруіміз барысында да электрондық нәрселерді қолданамыз. Жастан денелерін қолданамыз. Барлығы қазір жас мамандар келеді, шынымен кейде келеді. Олар келген кезде өзінің талаптары болады. Мысалы, маған мынандай ақша бірден келеді де, маған осынша сағат беріңіз, менің зарплатам қанша болады дейді. Ең бірінші сұрақтар. Демек, бұл кісінің көздегені еңбек ақы ғана екен деген ойды қалыптасады. Ең бірінші балалар қалай, ауыл қалай, мен қай жерде тұрамын деген сияқты емес. Материалдық базаны сұрамай жоқ, бірден еңбек ақысын сұрап жатады. Бұл мен дұрыс емес деп ойлаймын. Қазіргі балалар өте еркін, құқықтарын жақсы біледі. Сабақта темірдей тәртіп орнату маңызды ма, әлде баламен еркін дос болған дұрыс па? Енді сабақ барысында енді көптеген жағдайлар болады. Мысалы, ашық сабақ болады, бөлімдік жиынтық бақылау, туысқандық жиынтық бақылау жұмыстары жүреді. Академиялық адалдық сақталу ең бастысы. Және балаларға еркіндік берілу керек, балалармен жақсы бір қарым-қатынасы болып, достық қарым-қатынасы болу керек қазіргі уақытта. Жалпы өйткені балалар мен ашық, жарқын болсам, балалар өзінің ойын айтады, түрлі проблемалар болса, оның өзіне келіп, ойын, шағынын барлығын айтып бөліседі. Менің орнымда болсаңыз, елестетіңізші осыны. Қазіргі жас мұғалімдерге ең алдымен неге көңіл бөлер едіңіз? Тіл үйрену ме, әлде технология меңгеру ме, психология жайында ма? Тіл игерумен мынау қазіргі уақытта жасанды интеллектін игеруге көңілімді бөлер едім. Мынау артынан өлмес мұра қалдырған Абай атамыздың өзі айтады ғой, қолымда мезгілдің кештерінен де бір өкілік баяды ғой. Сол сияқты қазіргі уақытта мұғалімдерге сан қырлы болған ешқандай кедергі етпейді. Керісінше тіл білген, қосымша тіл білген, ол өте қажет. Шетелге барып жұмыс істеймін десе, шетелге барып қарам десе, немесе Назарбаев зияткерлік мектептерінде жұмыс істеймін десе, тіл білсе, көптеген оқу орындарына жол ашады. Енді бір жағдаят берейін. Елестетіңіз, сабақ үстінде оқушы телефонға телміріп отыр. Және сіздің ескертуіңізге дөрекі жауап берді. Директор ретінде сіз не істейсіз? Ұстаз ретінде не істейсіз? Жаңа мен өзім айтып өттім, бір академиялық адалдықты. Балалармен бақылау жұмыстары болған кезде балалардың телефондарын жиналған. Балаларға айтамын, балалар телефондарын қойыңдар деймін. Балалар телефондарын қояды. Ал бірақ кейде болады, балалар телефондарын өшірмеген, сабақ барысында қоңырау шалып, телефондармен қарап, яғни партаның арасында тығылып телефондарын қарап жатады.
оқушыны тұрғызсам, айтамын, телефонды әкеп мына кезге қой, сабақ біткесін аласың деп ескертіп беремін. Сосын ата-анасына звондап хабарласып айтып жатамыз, телефонды сабақ барысында ұстамасын, тек байланыс құралы ретінде ұстасын. Қазірден бастап ойынға тағы басқа кіріп кетсе өте қиын ескертеміз ата-анаға. Сабаққа дейін құлшынысыңыз да қалай сақтап келдіңіз осы жылға дейін? Сабаққа дейін құлшынысыңызда енді мұғалім болғаннан кейін күнде бір дайындалу керек. Жылдағы жаңа реформалардан кейін, жаңа басылымдардан кейін оқулықтардың ішіндегі ақпараттар өзгереді. Соларды барлығын оқып қарау керек, және бір сәт жаңа сабақтарымызға дайындалу арқылы құлшынысымызды жоғалтпай, және біліктілігімізді арттырып келе жатырмыз. Осы мұғалімдік жолда шаршадым, басқа салаға кетемін деген ой болған кез болды ма? Болады. Әсіресе бұл жылдың соңында деген сияқты сондай түрлі өзгерістер болады. Көп бір тексерістер келіп кеткен кезде, немесе бір ісің жүрмей қалады, бір бастайды. Жылдың басында бастаймыз ғой, мектепте биыл мынандай іс-шаралар өткіземін деп. Бастап жылдың соңында сол есеп жазып жатқан кезде өте қиналып кетесің. Кейбір шараларымыз мүлдем жүрмей қалған екен. Кейбір шарамыз керісінше төмен болады деген шарамыз керісінше жақсы деңгейде өтіп кеткен екен. Ол да бір кәсіби жетілдік бір түрі шығар деп ойлаймын. Барлық нәрсе өмірде бірден керемет жақсы бола бермейді ғой. Ал сол кезде ғана ойлаймыз кейде осы кетіп қалған ба басқа сабаққа. Сосын үйге барып ойланып, жатып ойланып, мұғалімнен басқа қай салада қолынан келеді деген сияқты ойлаймыз. Бірақ қазақ айтады, екі қолға бір күрек табылады дейді. Бірақ өзіміз жанымыз қалап істеп жатқаннан кейін жұмыс ең жайлы, ең жақсы жұмысымыз осы. Енді қорытынды сөз ретінде жас маманға қандай кеңес бересіз? Жас маманға мұғалімдік жолды, ұстаздық жолда таңдадым, талмау керек, тынбау керек. Екі кеменің басын саған солға кетеді дейді. Жаңағыдай түрлі мына саланы істеймін деген болмайды. Яғни нақты бір саланы таңдап, сол саланың нағыз майталман шебері болу керек. Сосын қазіргі 21-ші ғасырдың жаңа технологияларын игеру керек, және шет тілдерді меңгеру керек. Бүгінгі подкастқа қатысқаныңызға рахмет. Жақсы, қуаныш күндеріңіз көп болсын. Демалысыңыз жақсы өтсін. Сіздерге рахмет. Біраз сұхбаттастық. Ойымдағы барлық ақпараттарды істей бердім деп ойлаймын.